Пергамент малдың терісінен жасалған материал. Ол қағаз ретінде пайдаланып, оған жазу жазды. Сол сияқты ертеде жазуды тасқа да, ағашқа, папирус жапырағына да, қайыңның қабығына да жазған болатын. Тек 105 жылы Қытайдың мемлекет қайраткері Цай Лун алғаш рет қағазды ойлап тапты. Ол ағаштың ішкі қабығынан өте жұмсақ жүн сияқты материал бөлімін алып, қағазды содан жазды. Бұл технологияны қытайлар 800 жылдай жасырып келді. Тек 2 ғасыр өткеннен кейін ғана әлемге жасалу жолы әйгілі болды. Міне Қытайдың атақты Цай Лун ең бірінші қағазды ойлап тапқан адам.